Қашықтан басқарылатын әуеден өрт сөндіруге арналған құрылғыны сақтау тақырыбында оны жоба жасап жатыр едім. Сізге бір сұрақ қойсам болады ма? Болады. Өте керемет. Сізге қоятын сұрағым бірінші. Егер біз дронды өрт сөндіргіш ретінде пайдалансақ, оның бізге қандай пайдасы тиеді деп ойлайсыз? Қазіргі таңда өзі технология қарқын дамып келе жатыр, яғни оның бір дамуы дрон болып есептелініп, дрон ол өрт сөндірген кезде бізде бензинді үнемдейді, одан кейін машинадан қарағанда алыстап көппен басқарылады. Ол бізге адамның шығынсыз зейін пайдасы. Егер біз сол дронды, егер біз оны курьерлік мақсатта қолдансақ, оның бізге қандай пайдасы тиеді деп ойлайсыз? Курьерлік мақсатта менің ойымша ол қазір дрон қарқынды дамуда, яғни оны әр адам өзі пайдаланасы келеді. Мысалы ауылдық жерлерде де қазір сен айтып жатқан өрт сөндірген кезде керек болады деп айтмын, ол жағы да керек. Курьерлік мақсатта тиімді деп ойлаймын. Уақыт жағынан тиімді. Мен қашықтан басқарылатын әуеден өрт сөндіруге арналған құрылғыны сақтау тақырыбында жұмыс жасап жатыр едім. Соған мен сізге бір-екі сұрақтар қойсам болады ма? Иә? Бірінші сұрағым, егер біз сол дронды өрт сөндіргіш мақсатта қолдансақ, оның бізге қаншалықты пайдасы бар деп ойлайсыз? Пайдасы болады ау, уақыт жағынан тиімді болатын сияқты. Машина жете алмайтын жерге дрон жетеді. Сізге екінші сұрағым бар. Екінші сұрағым ол, біз егер сол дронды курьерлік мақсатта қолдансақ, ол бізге қаншалықты тиімді деп ойлайсыз? Өндіріске ма, әлде курьерлік мақсаты ма? Жеткізу. Курьерлік ол бірақ тиімсіз шығар деп ойлаймын. Өйткені ол курьерлікте ауыр зат болады, үлкен зат болады. Жеңіл зат болса тиімді, ауыр зат болса тиімсіз. Рахмет, сұхбат үшін. Мен қашықтан басқарылатын көп функционалды дрон жасақтау тақырыбында ғылыми жоба жасап жатыр едім. Мен сізге бір-екі сұрақтар қойсам болады ма? Иә, қойыңыз. Бірінші сұрағым, біз осы дронды өрт сөндіру мақсатында қолдансақ, оның бізге қаншалықты пайдасы бар деп ойлайсыз? Яғни жаңағы сіздің тақырыбыңыз көп функционалды дрон деп. Яғни оны өрт саласында қолданатын болсақ, өрт саласында болатын болса, өте тиімді деп айтылады. Өйткені бұл жерде бірінші мәселені қойып едік, адам өмірі, адам қауіпсіздігі. Ал екінші мәселе адамға тиімділігіне тоқталатын болса. Яғни бірінші адамға қауіпсіздігі, ол өрт адам өміріне өте қауіпті, сондықтан көп жағдайда дронның пайдалы жақтары шешіледі. Өйткені технология қайта өңдеуге болады, қайта жөндеуге болады біріншіден. Ал енді пайдасын алатын болсақ, ол бізде жұмыстың жылдам әрі тез орындалуына мүмкіндік береді. Яғни аралық мысалы өрт сөндіру құрылғылар машинамен келеді, машинамен келу уақыты, жолмен келу уақыты бар. Яғни оның барлығы біздің өрттің өршіп кетуіне алып келіп соғады. Ал енді дронмен болатын болса, ол аралықты лезде айналып өтіп қойса, тез жылдам келеді. Одан кейін көп қабатты этаждар дейміз, көп қабатты үйлер. Яғни ол жерге шығудың өзі өте өрт болып жатқан жағдайда сөндіру тиімділігі, яғни сөндіру қаупі өте жоғары болуына алып келіп соғады. Көп қабатты үйлер, көп шоғырланған аймақтар бар. Мысалы, ол жерде жай ғана пожарный бөлім дұрыс кіре алмауы, машинаның қазіргі таңда жаңағыдай өрт сөндіру машиналары алдында техниканың болуына, немесе бұғатталып бір заттың болуына байланысты өте алмай қалып кетіп, өрттің өршуіне де алып келіп соғады. Ал дронмен ол қашықтан басқарылады, әрі ол жаңағыдай әуеде ұшады. Яғни былайша айтқанда оның тиімділігі өте жоғары. Оның бізге берер үлесі өте жоғары. Менің жауабым осы. Біз екінші сұрақ қойсам, біз осы дронды егер біз курьер ретінде пайдалансақ, бізге оның қаншалықты тиімділігі бар деп ойлайсыз? Курьер ретінде ма? Курьер ретінде компьютер басқару арқылы жүргізеді, бір ортада. Өте тиімді, ол тамаша. Жаңағыдай ғой, барлық нәрсе бірінші жасалынатын технология, техника, адамның қажеттіліктен туындап жасалынатын дүниелер. Жай ғана компьютерді айтсақ та болады, техника, машинамен жүрген көлігіміз, оның барлығы адамға қажетті дүниеден шығып жатқан дүниелер. Енді бұл жерде адамның қауіпсіздігі бірінші мәселе адамның өмірін қорғау екен. Қазіргі таңда экология мәселесін қозғап жатқан екен. Енді қазір көріп бізде мафеттермен, машиналармен, техникамен жеткізіп беру жүйеленген. Ал енді оның барлығы бензинмен жүргендіктен, оның барлығы былайша айтқанда экологияға зиянды жақтары өте көп. Ал қазір жаңа Қазақстан деп жатырмыз, жаңа жүйе деп жатырмыз. Экожүйеге өтуді жоспарлап жатырмыз, яғни күннің сәулесінен тоқ алу, судан алып жатырмыз, яғни былайша айтқанда электромафеттер, электрожүйеге өту жоспарланып жатыр. Ал дрон бізде ол тікелей сол электронды жүйелер арқылы болатын болса, әрі біздің уақытымыз үнемделеді, әрі жұмысшыларға берілген тапсырма 5 минутта келетін болса, ал ол 2 минутта, 1 минутта кетіп тұрады алдымызға.
жаңағыдай көп қабатты үйлерге де бару, оның да өзіндік тиімділік жақтары былайша айтқанда өте көп деп білемін енді. Яғни оның бізге қазіргі қоғамда екі жағдайда да пайдасы өте жоғары деп танимын. Сізге де көп рахмет, тақырыбыңыз өте жақсы, ғылыми жобаңызға сәттілік. Саламатсың. Мен көпфункционалды дрон жасақтау тақырыбында ғылыми жоба жасап жатыр едім. Тамаша, керемет. Сізге бір-екі сұрақтар қойсам болады ма? Әрине болады, қоя алады. Өрт сөндіру құрылғысы ретінде дронды пайдалансақ, бізге қаншалықты пайдалы деп ойлайсыз? Өте орынды, әдемі сұрақ. Қазіргі кезде жаһандану заман кезеңінде ғылым мен техниканың дамуы қарсы белең алған кезең. Өрт сөндіруде қазір дрондарды тиімді пайдалануға болады, өте тамаша. Яғни өрт белең алған аумақтарда нақты орын анықтауда үлкен маңызға ие деп ойлаймын. Екінші сұрағым, біз көрер ретінде дронды пайдалансақ, оның бізге қаншалықты тиімділігі бар деп ойлайсыз? Экологиялық жағынан біріншіден тиімді. Екіншіден, жалпы қазір өте қызық, креативті көлік түрі деп атасақ болады мұны. Тамаша, мен бұндай идеяларды, бұндай жобаларды әрқашан қолдаймын. Тек қана сәттілік алға. Рахмет.